Сәлем достар, біздер бүгін дәмі тіл үйретін жульен самса дайындаймыз. Өте дәмді. Каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Алдымен формамыз жасап аламыз. Осындай стаканға фольганы орап, дәл видеодағыдай форма жасаймыз. Формамыз дайын болғаннан кейін жуленнің тестісіне кірісеміз. Мен дайын слоеный тест алдым. Тестімізді осылай жаямыз. Өте қалыңда, өте жұқада болмау керек, средний болу керек. Осылай жан-жағын алып тастадым. Дәл стаканымыздың формасындай орағанда бірдей болу керек. Осылай орап аламыз. Жан-жағын бәрін жабыстырамыз, жақсылап. Тестіміз ажырап кетпеу керек. Осылай түбін біріктіреміз. Барлығын жақсылап біріктіреміз, мұқият қараймыз. Мінекей, осылай дайындаймыз. Ішінен фольганы алмай осылай қалдырамыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды көпіргенше соғып аламыз және осы жұмыртқамызды тестінің сыртына жағамыз. Жағып, одан кейін күнжутпен осылай жан-жағының барлығын сеуіп шығамыз. Тестімізді осылай дайындаймыз барлығын. Мінекей, менде 9 тест шықты. Яғни 9 горшок шықты тестіден. Осыны 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Одан кейін біздер табамызға майымызды құйып, туралған грудинкаларымызды салып, 4 бұрышты етіп туралған. Одан кейін саңырау құлақтарымызды турап аламыз, 4 бұрышты етіп. Саңырау құлағымызды турап алғаннан кейін бір орташа пиязымызды тураймыз. Оны да 4 бұрышты етіп тураймыз. Пиязымызды қуырылып жатқан тауық етінің үстіне саламыз. Жақсылап екеуін қуырамыз. Осындай сарғыштау түске енгенше. Сарғыштау түске енгеннен кейін саңырау құлағымызды салып, тағы да дұз бұрышымызды салып, қақпағымызды жауып, баяу отта қызарып, әдеміленіп қуырылғанға дейін ұстаймыз. Мінекей біздің саңырау құлағымыз барлығы осылай қызару керек. Осының үстіне 33-34% сливкиімізді құямыз. Менде осындай сливки барлық кондитерлік дүкендерде сатылады. Мінекей осымен 5 минуттай ұстап, отымызды сөндіреміз. Сол аралықта сиырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Біздің горшоктарымыз дайын болды. Мінекей осылай ішінен фольгалар оңай тез алынады. Осы тестіміздің ішіне біздер дайын салмамыз саламыз. Барлығыны бөліп бірдей салып шығамыз. Одан кейін үстіне үкіштен өткізген сиырымыз саламыз. Сиырымыз салғаннан кейін қызып тұрған духовкаға 5 минутқа жіберіп аламыз. Тек сиырымыз еру керек. Сол үшін саламыз. Осымен біздің жульен самсамыз дайын. Бірыңғай самса дайындай бергеннен көрі, осындайды да бір мезгіл дайындап көріңіздер. Өте дәмді, жеңіл, сондай балаларыңыз жақсы көріп жейтін тағамның бірі. Сіздермен болған Ақмарал.